Сәлем балалар. Екінші сыныптың қазақ тілінің 4-ші сабағы. Тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Бүгінгі сенің білетінің у дыбысының дауысты болып айтылу ерекшелігін еске түсіру, у дыбысының дауыссыз болып айтылу ерекшелігін еске түсіру. Ендеше, мына жерде екі суретке қарайықшы. Бірінші нені сурет тұр? Тау. Екіншісі ту. Тау, ту дегенде у дыбыстары қай жерде келіп тұр? Сөздің соңында келіп тұр екен. Яғни сөздің басында да, ортасында да, соңында да келеді. Енді оның дауысты, дауыссыз екендігін қазір біз мына жаттығу ережелерден білетін боламыз. Дауыссыз дыбыстан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келгенде дауысты болады. Мысалы, су, улы. У дыбысы дауысты. Бу, су, ту, жусан, шумақ. Дауыссыз. Тау, қауын, тауық, уық, ауа, ау. Дыбысының дауысты болуы. У дыбысы дауысты да, дауыссыз да болады. Дауыссыз дыбыстан кейін және сөздің басында дауыссыз дыбыстан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, ту, шулы, нулы, қуаныш, қулық, тасу, бағу, уқалау, умаждау, ушықты, уралау, улы. Дауысты у дыбысы сөздің басында келсе, жеке буын құрайды. Мысалы, уқалау, умаждау, ушықты, уралау, улы. У дыбысының дауыссыз болатыны. У дыбысы дауыссыз да, дауысты да болады. Мысалы, уайым, шулы, қауын, қулық, сәуір, оқу, ауыл, қару, бесеу, елу. Дауыстыдан соң келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, екеу, қоңырау, бауырсақ, сауысқан, қауын, дәуіт, егеу. Сөздің басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, уыстау, уақыт, уыз, уылдырық, уілдеу, уә. Ертеңі өздерің у дыбыстың дауысты және дауыссыз болу ережесін біліп, баяннан түсініп көріп алдыңдар. Енді мына жаттығуға қарай. 13-ші жаттығу кестедегі сөздерді оқып, оның қай уақытта у дыбысының дауысты болатынын, қай уақытта қандай жағдайда у дыбысы дауыссыз болатынын кәнекей барлығымыз бірге талдап көрейік. Дауысты у дыбысы: сурет, елу, сусын, шуақ. Бұл жерде сендерге берілген сурет деген сөзде бірінші у дыбысы ортасында келіп тұр сөздің. Ендеше с дыбысы дауыссыз, дауыссыздан келсе у дыбысы дауысты болып тұр. Елу, елу дегенде л дауыссыз, у дауысты. Сусын дегенде жаңа өзіміз айтып кеткенде с дауыссыз, у дауысты. Шуақ, ш дауыссыз, у дауысты болып тұр. Келесі екінші қатардағы сөздерді оқиық. Дәуіт. Дәуіт дегенде у дыбысы ортасында келіп тұр. Ендеше бізде дауысты, дауыссыздан кейін у дыбысы дауыссыз. Егеу, е дауысты, у дауыссыз. Дауысты, у дауыссыз дыбыс. Бауырмал. А дауысты, у дауыссыз. Уық.
уық дегенде сөздің басына келіп тұр, ол дауыссыз болады, себебі одан кейін ы дыбысы дауысты болып тұр. Дауыстан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген о дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, әуежай, уақыт, сәуле. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген о дыбысы дауысты болады. Сусын, елу, улап, шулап. Енді мәтінді оқып, одан кейін оны түсініп оқимыз. Мәтін не туралы екендігін айтып кетейік. Көп нүктенің орнына сөз қою, болжау, қандай ұлттық бас киімді кигіз деген сұраққа жауап береміз. Одан кейін мәтіннен о дыбысы бар сөздерді теріп жазып, оның қайсы дауысты, қайсы дауыссыз екенін анықтаймыз. Енді мәтінге назар аударайық. Сәуле өздерің сияқты екінші сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп, қуыршағына балалар не кигізді деп ойлайсыңдар? Кәнекей бәріміз бірге табайық. Әрине, сәукеле кигізді. Сөйтіп, неке әдемі сәукелені таңдап, қуыршағының басына әдемі сәукелені кигізді. Енді осының ішінен о дыбысы бар сөздерді таңдап, оларды теріп жазайық. Сәуле, қуыршағына, балалар қуыршағына деп екі сөзді жазылды, сондықтан оның біреуін ғана жазсақ та болады. Одан кейін келесі сөз бізде таңдауда деген осы үш сөзді дәптерлеріңе әдемілеп, қатесіз көшіріп алыңдар. Содан кейін о дыбысы, сәуле дегенде о дыбысы қандай дыбыс болыпты? Дауыссыз. Неге? Себебі дауысты. Неге? Арманғата өздерің талдаңдар. 25-ші жаттығу. Мәтіннен о дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты о дыбысының астын бір, дауыссыз о дыбысының астын екі ретсіз. Балалар, бұл жерде түсініксіз сөз қамзөл және тақия. Бірақ қамзөл дегенге қазір таңғалуға болмайды. Барлық әжелеріміз немесе өздерінде балалар кейде 22 наурыздың алдын қарсаңында осындай әдемі қамзол жилетте киіп келетіндерің бар, ұлдар да, қыздар да. Одан кейін келесі сөз бізде тақия. Тақия дегенде, яғни ер адамдар басына киеді екен. Енді біз мәтінмен танысақ. Бұйымдарды, бұйым дегеніміз мына заттарды айтып тұрмыз. Кестемен әшекейлеу халық өнері, қол өнерінің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзөл, белдемше, тақияларды безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Бала, біздің осы қамзөл мен тақияда әдемі қазақтың ою өрнектері мен безендірілген. Өзіңде үйде осы өзің ұнайтын оюларды жасап көр, анаңмен бірге. Келесі осыны сөйлемдердің ішінен біз енді о дыбысы бар сөздерді қарастырайық. Әшекейлеу, содан кейін тігу, алуан, безендіру. Мінекей осы о дыбысы бар сөздердің астын жаңағы дауысты о дыбысының астын бір, дауыссыз о дыбысының астын екі сызасыңдар. Өздерің көріп тұрғанда енді біз әшекейлеу деген сөзде қарастырып кетейік. Бізде дауысты, у дауыссыз. Ендеше ол удың астын екі қарындашпен екі рет сызамыз. Арманғарда өздерің жалғастырып көріңдер. Келесі 16-шы жаттығу. Кестені тиісті сөздерін тоқтып жаз дейді. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сөз тұр. 6 сөз. Енді өзің шаман келгенше 3-4 жазуға болады. Енді су, күлу деп жазылған. Екінші дауыссызда тау, алтау. Арманғарда тағы өзің жалғастырып жаз. Балалар, енді сабақты қорытындыра келе, бүгін біз қандай дыбысты, қандай әріпті, дауысты, дауыссыз екенін айырдық. Ол қалай жазылады, қай дыбыстан келеді? Өз ойыңды сабақта қорытындылап айтып көр.